Barchаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында нан ашытамыз. Ең алдымен бізге қажет заттар: жылы сүт қажет, жылы су қажет, сары май, қаймақ қажет, біраз қасық шекер, біраз қасық тұз, ашытқы және де ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, үстіне жылы суымызды құйып, барлық заттарымызды салып, үстіне яғни майымызды салып, май және қаймағымызды саламыз. Үстіне тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қантымызды, тұзымызды ергенше араластырып алдық. Енді үстіне ұнымызды аздан салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнды салып атқан кезде үстіне ашытқымызды, яғни дрожжымызды саламыз. Осымен енді қамырымызды илеп аламыз. Ұнымызды барлығын бірдей салмаймыз, себебі қатты қамыр иленіп қалады. Сондықтан біз аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей жұмсақ қамыр илеп алды. Үстіне біраз қасықтай сұйық май құйып, бетін жағып қоямыз. Қамырмен жұмыс істегенде оңай болады қазір. Қамыр көтерілгенше 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз ашып шықты. Енді бірнеше бөліктерге бөліп нан жасаймыз. Мен майда күлше нан жасаймын. Әртүрлі пішінде жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей осындай бөлшектерге бөліп алдық. Менде 7 штук шықты. Енді 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Нанымызды жасап осылай дөңгелек қылып. Бетін 20 минутқа жауып қоямыз, кішкене көтеріледі, сосын пісіріп аламыз нандарымызды. Мінекей 20 минут өтті, қамырымызды енді пісіріп аламыз нандарымызды. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз 20 минут. Осылай табанымызға пергамент қағаз төсеп алып, нандарымызды пісіріп аламыз. Нанның бетіне жұмыртқаның сарысын жағам. Сонда нанымыз жылтырап, өте әдемі болып шығады. Және де өз қалауларың бойынша күнжет осында қоссаңыздар болады әсемдік үшін. Мен күнжеттің ақ түрін қолдандым. Енді 180 градуста нанымызды пісіріп аламыз. Нандарымыз дайын болып шықты. Осындай өте керемет, дәмді, жұмсақ. Осы рецептпен жасауға кеңес берем сіздерге. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті рецепт шығады.